Бірінші кезекте дөңгелектерді жинаудан бастаймыз. Ол үшін дөңгелекті аламыз. Протектордың бағыты мен ниппельдің орналасуын мұқият тексереміз. Протектор алға бағытталған болуы тиіс, ал ниппель сырт жағында орналасуы қажет. Кейін диск тесіліне шанышқыны орналастырамыз. Болттарды енгізіп, оларды крест-накрест ақырын тартамыз. Енді дөңгелектерді мотоблокқа орнатуға болады. Ыңғайлы болу үшін агрегатты сәл иілеміз. Протектордың үлгісі қозғалыс бағытына бағытталған болу керек. Алдымен дөңгелектерді саусақтармен ұстап қоямыз. Келесі қадам – рульді жинау. Рульді бағанаға орнатамыз. Болтты енгіземіз. Шайбаны ұмытпаймыз және гайкамен тартып бекітеміз. Келесі кезең – муфта және реверс тростарын орнату. Алдымен муфта тросын орнатамыз. Ол рульдің сол жағында орналасқан. Сол жақтағы рычаг муфтаға тиесілі. Содан кейін реверс тросын орнатамыз. Ол рульдің оң жағында, оң жақтағы рычаг реверске тиесілі. Тартылысын жасап, қозғалысын бақылау қажет. Ауа сүзгісінің шығатын түтігін орнатамыз. Сүзгінің қақпағын бұрап, түтікке бекітіп, рульге 4 болтпен орнықтырамыз. Пуш старты. Рульдің төменгі жағынан 4 болтпен орнатылады. Беріліс ауыстыратын рычагты рульдің астынан өткізіп, шплинтпен бекітеміз. Рычагтың бір жағын қолға, екінші жағын беріліс қорабына қосып, шплинтпен бекітеміз. Қозғалысын тексереміз. Газ тросын видеода көрсетілгендей бекітеміз. Кеңес: сенімділік үшін тросты силикон майымен сәл майлау ұсынылады. Сымдарды қосуға көшеміз. Бізде 3 негізгі элемент бар: қосу батырмасы, пуш-старт және авариялық өшіру. Экранда сіз осы 3 элементтің кабельдерін және мотоблоктан шығатын 3 сымды көріп тұрсыз. 2 сары және 1 жасыл масса сымын алып, оларды болтпен мықтап бекітеміз. Ақ сымды стартер релесінің клеммасына қосамыз, ал қызыл сымды стартердің негізгі клеммасына қосып, мықтап тартамыз. Әрі қарай сіз 3 сымды көресіз. Барлық 3 сымды біріктіріп, мотоблоктан шығатын қара сымға қосамыз. Осыдан кейін барлық қосылыстардың сенімділігін тексереміз. Қоңыр сымды қосу қажет емес. Қанаттарды жинау кезеңі. Қанаттарға бекітілетін бұрыштарды немесе тақталарды алып, оларды рамаға уақытша болттар мен гайкалар арқылы бекітеміз. Сошникті орнатамыз. Бекітуді саусақтармен ұстап, кейін сошниктің биіктігін реттейміз. Аккумуляторға арналған тақтаны орнатамыз. Ол 2 болтпен бекітіледі. Аккумулятор Makita LXT үлгісі. Барлық тростар мен сымдарды арнайы бекіткіштермен орнықтырамыз. Қосымша сенімділік үшін пластикалық хомуттар қолданамыз. Культиватор жинақталды. Фрезаларды жарты оське орнатамыз. Айналу бағытын ескере отырып, пышақтың кесетін жиегі алға бағытталған болуы тиіс. Пышақтар спираль тәрізді өңдеу схемасын қалыптастырады. Бұл қозғалтқышқа түсетін жүктемені біркелкі таратады. Мотоблок тұрақты жұмыс істейді. Сол және оң жақтар айна тәрізді жинақталады. Бұл техниканы қисайтып кетуден сақтайды және тұрақтылықты арттырады. Фрезаларды дұрыс орнатқанда олар топыраққа терең еніп, культивация сапасы артады және операторға жұмыс жеңілдейді. Кеңес: жұмыс басталар алдында фрезалардың втулкаларын сәл майлап, тозуды азайтып, қызмет мерзімін ұзарту ұсынылады. Мотоблокты жинау аяқталды. Бірінші іске қосқаннан кейін барлық қосылымдарды тексеріп, қажет болса бекіткіш элементтерді қайта тартыңыз.